Әсел кішкентайынан тағдыр тауқыметін көріп өскен қыз. 5 жасында ата-анасы көлік апатына ұшырап, көз жұмғаннан соң өмірі әкесінің інісінің үйінде өтті. Туған баласы болмаған соң, аясын ба, жап-жас Әселді қара жұмысқа салып, барлық тірлікті мойнына артып қойған еді. Отағасы үйде болған кезде ғана Назерке өтірік күліп, жаны ашыған кейіп танытатын. Ағасы Еділ жұмыста күні Әселдің тіпті 1 минут болса да демалуға мұршасы жоқ. Себебі барлық тірлік осы кішкентай қыздың мойнында. Назерке Әселге тапсырма беріп қойып, өзі көршілерін аралап, өсегін айтып жүретін. Еділ жұмыстан келетін уақыт аяғанда ғана үйге оралып, бар тірлікті өзі тындырғандай ақлап, уқылап отырады. Әсел тіпті жеңгесі Назеркемен де бір стол басында тамақ жеуге де сескенетін. Себебі күндіз арам тамақ көп жейсің сен деп түртіп қалатын да бар еді. Не алып жесе де екі көзі Назеркеде болатын. Қарны тоймаса да түртіп жеп тойдым деп тұрып кететін. Кешке ел аяғы басылғанда жастығының астынан әкесі мен анасының суретін алып қарап, қыстығып жылап алатын еді. Даусын Назерке естісе оңдырмайтын сезіп, дауыс шығарып жылауға да зар еді. Көзі ісіп тұрса да, ешкімге білдірместен таңғы астан нәр татпастан сабағына кететін. Таңғы асты отырып алып, Назерке қос қызымен ішіп отырады. Ал Әселге отыр, іш деп те ешқайсысы айтпайды. Іші құрылдап, бұратылып тұрса да, үн қатпастан мектепке ерте барып алатын. Әселдің жай күйін іштей сезетін мектептің енен жуыш апайы таңғы шайға шақырып, екеуі сабақ басталғанша ұзақ әңгімелесетін. Бала ұқсап, күліп ішетін асы осы таңғы асы ғана. Әселдің балалық шағы Назерке жеңгесінің қалауымен өтті. Отырса опақ, тұрса сопақ. Бәрі осылай болды. Өзінен кіші болса да, сіңілдері Айзада мен Гүлзада да аналары ұқсап Әселге бұйыра сөйлейтін. Өздерінің қолдарынан түк келмесе де ақыл айтып, Әселге жөл көрсетуден алдына жан салмайтын еді. Тіпті іш киімдерінде Әселге жудыратын. Анасы солай үйреткен. Бірақ Әсел барлығын үнсіз айтқызбай-ақ істей беретін еді. Мылқау адамша ләм деп аузын ашпайтын. Әсел осы үйдің күңі десе де артық емес. Арада 10 жыл уақыт өтті. Әсел мектепті де алтын белгі бітірді. Және республикалық олимпиадаларда да жүлделі орын алған үшін мемлекеттік грантына ұсынылды. Бірақ Назерке қалаға барып жүрмекшісің ғой. Әр еркекке көз салып, тамағымды да, жататын орынды да кім төлейді? Өзіміз, көзіміз, неушет күнімізді әрең көріп жатқанда деп жібермейді. Ал ата-анасы жоқ жетім болған үшін мемлекеттен төленетін жәрдемақысын да Назерке алатын. Ол жәрдемақыға бір нәске алып берсе емес қой, өзінің 2 қызын қуыршақтай қылып киіндіріп қоятын еді. Әселге сол 2 қызынан қалған киімдерін кигізетін. Әселдің оқуға бармайтын естіп, мектеп директоры да Назеркені бірнеше мәрте шақырып сөйлескен еді. Онысынан түк шықпады. Ал Еділдің Назеркеге аузын ашуға дәті бармас. Осылай Әсел ауылда сол баяғы Назеркенің күңі болып қала берді. Түнімен жылап шығатын. 11 жыл оқып арман қуып қалаға барып, жаңа өмір бастаймын деген арманның бір-ақ күнде күл талқаны шықты. Көп ойланып, үйден қашып кетуге бел буды. Кетсем мені таппайды. Арманымды іске асырамын. Өз күнімді көремін. Қайтып келмеймін деп шешім шығарды. Таң атты. Қаланы көрмеген Әсел таңырқап жан-жағына қарап біраз отырды. Зуылдаған көліктермен автобустардың гуілдеген дауысы. Жан таласып бір-бірінен асығып жүріп жүрген адамдар. Тіпті иттерін жетектеген орыстың кемпір шалдары. Бұндай уақытта ауылда Әселден басқалардың бәрі шырт ұйқыда жататын. Тек Әсел ғана сиырды өріске жіберіп, таңғы ас дайындайтын еді. Ұйқысына тұр екен Назерке керіліп, созылып, күндегі әдетінше жазды қас үйге қарай бет алды. Осы уақытта Әселдің таңғы асы дайын тұрушы еді деп сыртқа шығып еді. Сиырдың мөңіреген дауысын естіп, немене?
мына қу жетім әлі тұрмаған ба деп Әселдің бөлмесінің есігін ашып еді, ешкім жоқ. Жаздық ас үйге іздеп кіріп еді, тап-тыныш, бұл жерде де жоқ екен. Әсел деп айғайлап еді, жауап болмады. Үйге жүгіріп кіріп, елді оятып, тұр, Әсел жоқ. Ұйқылы-ояу түк түсінбеген ол, жоғы несі, қайда кетер дейсің деп ары қарап жатып қалды. Жүгіріп Нәзірге Әселдің бөлмесіне кіріп, киімдері тұрған сөрені тексере бастады. Барлық киімдер орында, тек құжаттар жоқ екенін көріп қалды да қайтадан Еділге барып: айттым, қашып кетті, жетімді асырап абырой таппас деген осы шығар, рахметі ғой ана қыздың, бізді масқаралап, енді не дейді екен деп зарлап жатты. Бір сөзін естіп, бір сөзін естімеген Еділ: қайда кетер дейсің, сен де зарлай бердің ғой, таң атпастан деп орнынан тұрды. Құжаттары жоқ, алып кетіпті дегенде ғана Еділдің ұйқысы шайдай ашылды. Ойланып қайтып келер барар жері жоқ қой деп Еділ үнсіз отыра қалды. Сағат біраз уақытқа таяп қалған. Орындықта отыра Әселдің жамбасы ауырып, қарны да ашты. Бір нәрсе сатып жейтін соқыр тиын да жоқ. Ойланып отырды да өзі ұтып алған, яғни грантқа түскен оқу орнын іздеуге шықты. Әркімнен бір сұрап жүріп, жаяулатып таптап әйтеуір. Барлық құжатын өткізіп, енді кеш қарайып келе жатып, қайда барам деп ойланып тұрып қалды. Бір кезде көшенің арғы бетіндегі асхананы көріп жақындап еді, сыртында ыдыс жуушы керек деген сөзді оқып қуанып кетті. Ішке кіріп сұрастырып еді, иесі бір тақылдап қалған жасты келіншек екен. Әселдің бар әңгімесін тыңдап жұмыс қалды да, және осы жерге түнеуге де рұқсатын берді. Әселдің бастығы өте қаталдау болып шықты. Оның да бір себебі бар еді. Отбасылы болғанына қанша жыл болса да құрсақ көтере алмады. Соңында әсері болар ашуланшау. Бірақ Әселдің жылы жұмсақ мінезінің арқасында екеуі жақсы тіл табысып кетті. Ал жолдасы болса тек кешке алып кетуге келіп тұратын. Арада бала болмаған соң, аралары да Әселге суықтау көрінді. Ал күйеуі келсе, Әселден көзін алмай қадалап отыратын шығарды. Әсел болса қысылып, ас үйден жұмысы бітсе де шықпауға тырысатын. Әселді қалаға жеткізіп салған жігіт Дидар бір көргеніне ғашық болғанына ұқсайды. Әселді тастап кеткен орынға бірнеше рет барып іздеп көрді. Шамасы осы маңда тұрады ау, түсіп қалғанына қарағанда кездестіріп қалармын деп үміттеніп жүрді. Түскі ас кезде бір даяшы қыз ауырып жұмысқа шықпай қалды. Әсел сол күні осы қыздың орнына даяшылыққа шықты. Тапсырыс алуға столға жақындаған сол еді, бір таныс бейне көзіне түсті. Иә, сол өзін қалаға жеткізіп салған Дидар еді. Әселді көре салып, көзі бал бұлдай жанып кетті. Әттең атын білмейді. Тамағын ішіп болып ақысын төлер кезде: мені таныдың ба, сұлу қыз, деді. Иә, есімізде де өткен жолы сұрамапты алмаппын, сізге көп рахмет деп Әселді қызарып кетті. Осы жерде істейсіз ба? Иә. Жақсы, кездескенше, кешке келермін, жолығайық деп сыртқа шығып кетті. Жерден жеті қоян тапқандай Дидардың қуанышы қойнына сыймай кеш терең батырды. Жұмыста да істейтін жұмысы қалды. Бар ой Әсел, деді. Кеш бата асхана қасына келіп Әселді күтіп отырды. Барлығы үйлеріне тараған соң Әсел сыртқа шықты. Дидар екеуі ұзақ әңгімелесті. Бар басынан өткенді айтып, жылап талды. Осылай Дидар екеуі кездесе бастады. Бірақ Әселдің сол асхананың ішіне қонып жүрген Дидардың жүрегіне батып, пәтерге шығуын өтініп еді. Әсел көнбеді. Себебі жатақхана алғанша шыдаймын, ақша керек деп Дидарды көндірді. Дидар түнін осы асхана маңдағы машинесін қойып түнеп, өткізуді әдетке айналдырды. Себебі асхана иесінің Әселге деген көзқарасын байқап қалғаны бар еді. Дидар бүгін жұмыстан кеш шығам деп қоңырау шалды. Әсел болса ренжіңкірек, қасымдағы қыз да кетіп бара жатыр еді, әпкесінікіне бір өзім қалам ба деп сөйлесіп жатқанын асхана иесі Мәлік естіп қалды. Кеш батты, асхананы жуып шайып, барлық үйлеріне қайтты. Әсел есікті іліп алып демалайын деп жатып қалды. Біраз уақыт жатып, қараңғы түскен еді,
Есікті біреу қаққандай болды. Дидар екен деп жүгіріп шығып, кім деп еді? Мен ғой, Мәлік, бір заттар алу керек болып тұр, есікті ашшы деді, тез деді. Ойында жаман ойы жоқ, есікті ашты. Мәлік кірді де бірден ас үй жаққа бет алды. Есіктің қасына тұрған Әселдің қасына келді де, былай тұршы деп, машинасына бір заттары алып шығып салды. Қайтып кірді де, есікті ішінен бекітіп алды. Әселдің көзі шарасына шығып кетті. Не істеп жатырсыз? Бүгін сен мендіксің, тыныштал, бәрі жақсы болады деп Әселді құшақтай бастады. Осы кезде Әселдің телефоны шырылдады. Қараса Дидар екен. Ақырын тұтқаны көтерді де білдірместен телефонын ұстап тұрды. Не істеп жатырсыз? Кетіңіз деп айғайлаған дауысын естіп, Дидар атып тұрып, Әселге көмек қажетін түсініп жүгірді. Қанша алысса да ер адамға шамасы келсін ба? Түйіп, тістелеп, айлағанын түк шығар емес. Осы кезде есікті қағып Дидар да жетті. Есікті тартып көріп айғайлап еді, бұнысынан түк шықпады. Терезені сындырып ішке кірді. Мәлік өзі шешініп үлгерген енді Әселге қарай ұмтылып жатыр екен. Дидар ашуланып артынан барып қолына түскен затымен басынан ұрып қалды. Қолына түскен заты орындық еді. Мәліктің басы жарылып, қансырап жерге құлады. Әсел жылап атып тұрып Дидарға қарай ұмтылды. Дидарды құшақтап жылап, қорыққаннан қол-аяғы қалтырап тұр еді. Дидар өзі Мәліктен шыққан қанды көріп қорқып кетті. Не істерін білмей Әселді алып жүгіріп сыртқа шықты. Машинаға отырып кетіп қалды. Жолда Әсел дірілдеп жылап келе жатыр. Дидар болса өзі қайда келе жатқан білмей машинаны барлық жылдамдықпен жүргізіп келе жатып. Ұзап кеткен соң тоқтап есін жиды да өзі телефонды алып жедел жәрдемге қоңырау шалды. Мәлікке жіберді. Екеуі машинаға түнеді. Таң атқан соң Әселді жалдамалы пәтерге апарып тастады. Өзі жұмысқа кетті. Кеш қарайып Дидар Әселге келген сол еді. Артынша тәртіп сақшылары келіп Дидарды алып кетті. Мәлік тірі, тек жағдай ауыр екен. Әсел дереу Дидардың ата-анасына хабар берді. Қанша тырысса да Дидарды уақытша қамау изоляторына қамап қойды. Сотқа дейін босатылмайды деп үзілді-кесілді жауап қатты. Дидардың анасы Әселді қарғап, сілеп, айғайлап қуып шықты. Жылап Әсел сыртқа шығып кетті. Қалаға келіп, өмірін жақсартамын деп еді, өзінің де, Дидардың да өмірін ойрандадым-ау деп өзін жазғырды. Барар жері жоқ, вокзалға келіп қонып жүрді. Осылайша сабағы да басталып жатқанды да орын алды. Ал Дидарды болса 5 жылға бас бостандығынан айырды. Мәлік аман есен ауруханадан шықты. Бар ақшасын құйып жүріп Дидарды темір торға тығыпты. Әсел бір ай өткен соң қатты құсып, басы айналып, сабақ үстінде құлап қалды. Жедел жәрдем келіп, алып кетіп тексерістен өткізіп, аяғы ауыр екенін айтты. Бұл сөзді естіп, не қуанарын, не жыларын білмеді. Қуанышымен бөлісетін сүйіктісі жоқ. Ал баладан құтылуды ойламады. Өзі жетім өскен соң қалай да болса, Дидар босап шыққанша бағам деп шешім қабылдады. Түске дейін сабақта, сабақтан соң бір мекеменің полын жуған ақшасын және өзі алып, өзі жақсы оқыған үшін алатын шәкіртақысын жинап жүрді. Аман есен, сәбилі болса, ақшадан қысылып қалмайын деп қамдана бастады. Арада 9 ай өтіп, аман есен қыз баласын дүниеге әкелді. Осы аралықта Дидарға хат жазып, өзінің әке болатын хабарлаған болатын. Перзентханадан жалдаған пәтеріне шықты. Жазғы демалыста босанғанда өзіне пайдалы болды. Көршісінің баласын қасына қосып алып қарап отырды. Көп ойланып Әсел бір күні Дидардың ата-анасына немерелерін көрсетуді жөн көріп іздеп келді. Есікті ашқан әкесі қолындағы баланы көріп бірден түсінді. Ішке кіруін өтініп еді, ар жағынан дауысты естіп анасы шықты. Мынағу жетім неғып жүр? Салдақы неме, не керек саған? Бұл Дидардың қызы деп бастап жатқан еді. Көзіңді құрт. Баламыздан айырғаның жетер. Барың енді осы үй ма? Жоқ. Дидардың деп, алдама деп, әкесінің кім екенін өзін білмейтін де шығарсың деп, есікті ашып, сұқ саусағымен кетуді меңзеді. Әсел үндеместен жылап, қызын құшақтап шығып кетті. Әкесі болса мейірленіп, қанша жылансаған қызымыз отбасымызға келді ғой деп, бір иіскегісі келді. Амал қанша. Әселдің өмірі оқу мен баламен арпалысып өтіп жатты.
көзде сөзде салған жігіттердің қарасы көп еді. Бірақ Әселдің жүрегінің түбінде тек Дидарға орын бар еді. Қызын жетектеп жүріп оқуын да тастамады. Бір күні Әсел қызын саябаққа қыдыртып жаяулатып, таза ауамен кешкісін үйге қайтар жолда кенеттен жезөкшелер тұрақтайтын көше бойынан көзі сіңлісі Айзаданы шалып қалды. Бауыр ғой, жамандық ойласын ба? Жүгіріп қасына барып, Айзада деп еді. Әселге бұрылып қарап отырды да, өтірік танымағандай ар бұрылып тұра берді. Жақындап барып артынан түртіп еді. Сізге кім керек? Мен Айзада емеспін деп, қашқақтап ары қарай кетіп қалды. Түк түсінбеген Әсел артқа шегініп кетуге белі болғанда өз көзіне өзі сенбеді. Ар жағынан бір жігітпен құшақтасып, қысқа белемшесі бар Гүлзада келе жатыр. Бұндай сұмдықты қызына көрсетпеу үшін ақырын кетіп қалды. Үйге келіп түнімен ұйықтай алмай шықты. Күндіз көрген екі сіңлісінің жүресі жанына батты. Таң азанмен тұрып, қызын көрші апаға табыстап ауылға қарай жол тартты. Бар ойы Назерке мен Еділге екі қыздардың жүрісі жайлы айтқысы келді. Ауылға келіп, үйге кіріп еді, үй іші тып-тыныш. Назерке бір өзі отыр екен. Әселді көріп жылай бастады. Түкке түсінбеген Әсел Назеркенің көз жасын көріп, еріксіз жылай бастады. Ағасы Еділ өмірден өтіп, Назерке жалғыз қалыпты. Екі қызы қалаға кетіп, анасымен хабарласуды қойыпты. Барлық әңгімені естіген Әселдің Назеркенің көрсеткен қорлығын ұмытып, өзімен қалаға алып кетуді ұйғарды. Өзін алып кететінін естіп, Назерке бірден киімдерін жиыстырып, Әселмен қалаға аттанды. Қалаға келген соң Әсел сабақта болғанда қызына қарап қалатын қолғабысы болды. Бірақ Назеркенің арамдығы алсын ба? Қалаға келуінде өз себептері болған еді. Екі қызын тауып, Әселді жұмсап қойып, бұрынғы өміріне аяқ басу арман еді. Аңқау жүрегі жұмсақ. Әсел Назеркенің арам ойлары барын сезбетті. Барынша көмек қолын созып, сіңлілерін жөнге салам деп тырысып бақты. Ендігі бар ой екі сіңлісін тауып, аналарымен қауыштырып, түзу жолға салу. Әсел сіңлілерін тауып, анасымен кезектіргісі келбеді. Олар бас тартты. Барлық жайтқа Әселді кінәлады. Әсел үйден кеткен соң барлық тірлік екеудің мойнына қалған. Әкелер төсек тартып жатып қалғанда да қарайлатын адам болмай, Назерке екі қызының мойнына артқан. Сол тірлікке шыдамай екі қыз бірігіп алып, үйден қашып, жеңіл ақша табудың жолында тапқан. Назерке күнделікті Әселдің қызын қарап, тамағын жасап, сеніміне әбден кірді. Көздеген Әселді жылатып кету еді. Еділдің өмірден озғанын, екі қыздың жеңіл жүріске түскеніне Әселді кінәлады. Әселдің жинаған азын-аулақ ақшасын барып біліп, сол ақшаны алып кетіп, Әселді далада қалдыру басты мақсат еді. Әсел сырттай бөлімге ауысып, өз мамандығы бойынша үлкен бір мекемеге жұмысқа тұрды. Айлық табысы жақсы еді. Айлығын үнемдеп біраз ақшадай жинап үлгерген. Банкке барып сөйлесіп, жинаған ақшасын алғашқы жарна қылып, қалғанын бөліп төлеп үй алатын болып, сөз байласып келді. 2 күннен кейін кездесем, келісім шартқа отыратын болып деді. Банкке жинаған азын-аулақ ақшасын үйге алып келіп, қуанышында шек жоқ болып санап, үйде анасы Назерке бар деп сеніп, тапсырып жұмысқа кетті. Кешқұрым жұмысынан шығып, бала бақшаға барып, қызын алып, үйге келіп есіктің қоңырауын басып еді, ешкім ашпады. Ақырын есікті итеріп көріп еді, ашық тұр. Назерке есікті жабуды ұмытқан-ау, шамасы деп ішке кіріп еді, тірі жан жоқ қой үйде. Айғайлап Назеркені шақырып еді, үн жоқ. Жатын бөлме мен әжетхананы тексеріп еді, ешкім жоқ екен. Жатын бөлмеге кіріп киімін ауыстырайын деп жатып, шкафтың ашық-шашық жатқан көз бірден түсті. Жүрегі аузына тығылып, жамандықты сезіп, ақшасына ақтарып еді, соқыр тиында қалмаған. Осы кезде Назеркенің алып кеткенін түсініп, отыра қалып, айғайға басып жылады. Қолдан келер не? Жақсылық өзіне жамандық болып қайтатын кім білсін? Ұяламын деген арманның күл талқаны шығып, аспанға ұшып кеткенде күй кешті. Бар өмірге талпынысын артыратын баласы бауыр етін құшақтап, тағы далада қалды. Әселдің еңбек терімен тапқан табысы миллиондар болмаса да, Назерке алып кеткен кезде қатты жанына батты. Бірақ басқа амал бар ма? Шағымдануға дәті бармады.
әкімдікке барып жалғыз басты ана жетім екені жайлы құжаттарын жинап үйге кезекке тұрды. Демалыс күні қызын ертіп алып саябаққа барып демалуды ұйғарды. Қызы екеуі саябақта қыдырып көңілді болып келе жатыр еді, алдынан Дидардың ата-анасын көрді. Бірақ көре салып кері бұрылып кете берді. Осы тұста Дидардың анасы өсіп қалған өз немересін көріп, Дидардың бала кезіне қайта оралғандай күй кешті. Себебі аялы әкесінің аузына түсіп қалғандай еді. Қу кеуде жіберсін бе, барып немересін құшақтап иіскегісі келді ақ. Амал қанша? Әсел Дидардың ата-анасымен әр кездескен сайын өзін кінәлі сезінетін. Анасының салдақы деген сөзі шыңылдап кетпейтін құлағына. Енді ол отбасында қызымыз екеумізге орын жоқ дегендей ой мазалайтын. Күнделікті әдетінше аяланы жетектеп алып балабақшаға кетіп бара жатқан жолда үлкен кептеліс, қара құрым адамдар жүр екен. Ақырын шетте тұрған бір кісіден не болғанын сұрастырған еді. Үлкендеу бір әйелді машина қаққан деді. Бұндай сұмдықты қызы көрмесін деп аяқ алысын тездетіп кетіп қалды. Дәл сол машина дөңгелек астына түсіп өлім құшқан Назерке екенін сезбетті. Түн ішінде барлық ақшасы таусылған Назерке Әселдің үйін паналауға келе жатқан болса керек. Өзімен бірге бірде-бір құжаты жоқ. Назеркенің апта бойы ешкім іздемеген соң, үйсіздер қатарына қосылып жер қойнауына тапсырылды. Анасын іздейтін қыздардың түрі болса анау, жеңіл ақшасын жетегінде жүр. Араға 2 жыл салып Әсел көптен күткен баспанасына қол жеткізген еді. Осы қуанышын Алла көріп, көп көргендей, аяла қатты науқастанып қалды. Барлық тексеруден өтіп, қызының жаман ауруға душар болған біліп, Әсел өмірден баз кешті. Ота жасау үшін қыруар қаражат керек екен. Оны қайдан аламын деп көп ойланып, Дидардың ата-анасына алақан жайып баруды жөн көрді. Жүрек құрғыр қаламаса да, бауыр еті баласы үшін барлығын көнуге тура келді. Тек отаға қаражат берсе болғаны. Дидардың үйіне келіп, есігін қағып еді, есікті анасы ашты. Әселді көріп, түрі бұзылып кетті де есікті қайта жауып жатыр еді. Әсел, тыңдаңызшы, көмек қажет, құлыңыз болайын деп тізерлеп отырып, аяғына жалына бастады. Бірақ ешқандай сөзін тыңдағысы да келмей, итеріп, есікті жауып алды. Есік алдында жылап, ұзақ отырды. Қайта ашып, көмек қолын созар деген үміті басым болды. Әселді көрген бойда жүрек құрғыр, бой берер емес, дүрсілдеп кеудесінен шығып кетердей. Қол аяғы дірілдеп, жүгіріп барып құшағына қысып, ұзақ тұрғысақ келді. Әттең ол күндер енді жоқ қой деп, ақырын сыртынан бақылап, бір ағаштың саясына тығылды. Дидарды байқамаған Әсел асығыс. Кешкі жұмысына кетіп бара жатыр еді. Дидар үйіне келіп, көңіл күйі жоқ, тамақ ішуге де тәбеті тартпады. Бөлмесіне кіріп алып, 3 жыл бұрынғы Әсел екеуі түскен суретті алып, ұзақ қарап отырды да, екіге бөліп қиып, қалтасынан оттығын алып Әселдің бейнесі бар жағын өртеп жіберді. Жүрегіндегі махаббаттың жарасын өшірудегі алғашқы қадам еді. Күнде тұрып алып, сол баяғы жерге барып, Әселді бақылау тоқтатпады. Қанша бармайым деп шешім қабылдаса да, аяғы құрғыр осы жаққа тартатынында тұратын. Бір күні қайда барар екен деп, артынан аңдып, ауруханаға кіргенін көріп қалды. Осы ауруханада істеп жүрген шығар деп, топшалап үйіне қайтты. Кешқұрым әдетінше тағы да сол жаққа қарай Дидар келіп әдеттегі орнына барып отырды. Әсел тықылдатып келе жатып, келесі Дидарға жақын орындыққа барып отырып, көз жасын тоқтата алмай жылап отырды. Дидар Әселдің мұндай жағдайын көріп, жүрегі ауырды. Тұрып барып, сұрауға бел буып орнынан тұрып еді. Әсел тұрып жүгіріп кетті. Ол Әселдің артынан еріп келе жатып, өзі қалай Әсел деп айқайлаған байқамай қалды. Таныс дауыс Әселдің құлағын бірден еңлең еткізді. Артына бұрылып қарап тұрды да, қатқан қазықтай тұрып қалды. Көзінен жасы тамшылап, сөйлеуге тілі байланып қалғандай. Дидар жүгіріп келіп, құшағына қалай қысып алғанды сезбей қалды. Әселдің де өзі қиын жағдайда жүргенде керек осы еді. Қиналғанда қасынан табылатын, қолдау көрсететін азаматы келгені Әселді шексіз бақытқа білгендей. Біраз уақыттан кейін Дидардың ойына анасының
тұрмысқа шықты деген есіне түсті. Әселді босатып, артқа қарай қадамасты. Түк түсінбеген Әсел енді Дидарды жібергісі келмей не боп қалды? Қашан келдің? Неге хабар бермегенсің деп санаусыз сұрақтарын жаудырды. Бірде-бір сұрағына жауап ала алмай Дидар болса, ал сен неге мені күтпегенсің? Тұрмысқа шықтың деген сұрағы есіне тандыр жаздады. Не деп кеттің өз? Қайдағы тұрмыс? Сені Аяла екеуміздің қалай күткенімізді білесің бе? Аяла менің қызымның есімін Аяла ма, ол қайда? Деп таңырқап қалды. Әселдің өзінен бар шындықты естіп Дидар таң қалды. Қанша уақыттан бері ата-анасы алдағаны, баласы мен сүйіктісінің бастан өткендерін естіп қатты қиналды. Неге мұнша қатал болған? Маған адам баласына жақсылық жасауды үйреткен өздері еді ғой деген ойлар жегідей жеді. Ауруханаға келіп, Аяланы төсек тартып жатқан көріп, көзіне еріксіз жас келді. Аяла көзін ашып қарап, бейтаныс жан кім екен анасынан сұрады. Осы уақытқа дейін әкең алыста, жұмыста деп алдап келген еді. Аяла, қарашы, әкең келді. Сен ауырып қалды деп естіп, бір сәтте кел. Әкем, деді де, 2-3 демнен кейін есі жоғалтты. Әсел қорқып айғайлап, жылап, Аяланы жұлқылай бастады. Дидар сыртқа жүгіріп дәрігерді іздеді. Қызыңызға күтім керек. Және отаға ақша таптыңыз ба? Басын шайқап, үнсіз Әсел жылап тұрды. Ақшасы несі? Сонда сен осы уақытқа дейін ақша таппай, қызым хәл үстінде ма? Деп Дидар екі қолын басына қойып есінен ауысып кетердей күй кешті. Бірден телефонды алып анасына хабарласты. Мен қиын жағдайға тап болдым. Дәл қазір ақша керек. Болмаса тағы темір торға тоғатылармын деді. Баласының бұл сөзінен соң анасы банкке жинаған терген қаражаттарын алуға асықты. Бар ақшаны Дидарға беріп, тағы нендей бәлеге ұшырадың балам деп жылаған анасының сөзіне құлақ ілместен бірден ауруханаға қарай қанатсыз ұша жөнелді. Араға ай салып, отасы сәтті өтіп, Аяланың беті бері қарай бастады. Дидар қызының ауруханадан шығу сәтін күтіп жүрді. Ауруханадан шыққан күні Дидар барлық киім-кешегін жинап, Әсел мен Аяланың қасына, анасына ештеңені түсіндірместен кетіп қалды. Менің қайда жүргенімді көргіңіз келсе деп, мекен жай жазылған бір бет қағазды тастап шығып кетті. Енді Дидар жатпай еңбек қылып, Әселді бақытты қылудың амалына кірісті. Жұмыс табу қиынға соқты. Істі болған үшін мекемелер жұмысқа қабылдаудан бас тартты. Жұмыссыз Әселдің мойнына масыл болдым ау деп құрылыс алаңына жұмысқа шықты. Қанша жыл күткен уақыттың қызығына тоя алар емес. Аяла балабақшада, Әсел екеуі жұмыста. Кешке бір-бірімен қауышып, Аяланың былдырлаған сөзіне сүйсініп отыратын. Әсел болса, қалай болса да анасы ғой деп, Дидардың үйінен кетіп қалғанына көңілі тоя қоймады. Дидарды қанша көндіргісі келіп еді, бірақ онысынан түк шықпады. Әсел мен Дидардың бақытты күндерін Дидардың анасының ауруханаға түсті деген хабар бұзып жіберді. Көп ойланып, баласының өздерін тастап кеткені жүрегіне соққы болғандай, қан қысымы көтеріліп, құлап ауруханаға түскен. Құлаған сәтте үйінде ешкім болмай қараусыз қалып, әкесі жұмыстан келгенше қараусыз жатып қалған. Сол себепті жағдайы ауыр болды. Дәрігерлер есін жиған сәтте де өзі жүріп тұру мүмкіндігі болмайды. Сөйлеуінің өзі мүмкін болмас деген болжам жасады. Бұл істің бәріне әдеттегідей Әсел өзін кінәлі сезінді. Әкесі жылап, Дидардың қайтуын, анасының кінәлі екенін мойындап жалбарынды. Ауруханадан шыққан анасын бағып қағатын бір адам қажет болды. Дәрігер топшалағандай анасы мүгедектер арбасына таңылды. Сөйлеген сөзі де анық емес, тілі күрмеліп, түсініксіз еді. Дидар үшін бәріне дайын болған Әсел жұмыстан шығып, анасын бағып қарауды толықтай өз мойнына алды. Қанша жамандық жасаса да, Әсел анасын тамақтандырып, суына да түсіріп, бір уақыт таза ауаға серуендетеді. Бұндай қамқорлықты көрген анасы іштен әттең деп өкініп қатты ашуланатын. Әселдің басынан сипап, алғысын жаудырғысы келетін ақ, бірақ Алла шебер ғой. Ондай мүмкіндіктен айырып тынды.
Анасының арбаға